Таразда өткен Шырқа даусым 12-ші республикалық дәстүрлі әншілер конкурсының жеңімпаздары марапатталды. Кенен Әзірбаевтың 140 жылдығына арналған ән байқауында жеңімпаздар кімдер? Толығырақ сюжеттен көріңіз. Кенен Әзірбаевтың мерейтойына арналған байқау Кененнің ізбасарлары атты гала-концертке ұласты. Өнерпаздарға төрелік еткен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Саят Медеуов, сазгер Бағлан Бәбішанова және филармония артистері Кенен Әзірбаевтың әндерін орындады. Ал байқауда төрешілер қатарында болған Алтынбек Қоразбаев жас әншілердің өнеріне үлкен баға берді. Конкурс өте жақсы, керемет бір кәсіби деңгейде жақсы өтті деп айтар едім мен. Құдайға шүкір, тырнақтай ғана өзіміздің кішкентай балаларымыз, қыздарымыз атаның әндерін тамылжытып орындаған кезде бір риза болып, бір ішің жылып, жүрегің жібіп кете жаздайды. Енді бұл енді қазақ өнерінің, қазақ бар кезде қазақ өнерінің өлмесіне біз кәміл сенеміз. Тура жаңағы сияқты әншілер бар кезде біздің келін атамыздың мәңгі мұрасы ары қарай жалғаса береді деп ойлаймыз. Дәстүрлі байқаудың бас жүлдесі 1 миллион теңгенің сертификатына Түркістан қаласынан келген Аружан Сағындық ие болды. Үздік үштіктің қатарына жамбылдық Мерей Абуева, Алматы қаласынан келген Нұрдана Сәлімхан мен Қостанай облысының намысын қорғаған Айбике Таңатарова ілікті. Айта кетейік, жалпы конкурсқа 45 өтініш түскен, ал бүгін солардың ішіндегі 18 бен 35 жас аралығындағы 18 өнерпаз ғана ән додасына қатысуға жолдама алып, өнерлерін көрсетті. Айша Жақсыберген, Мейрамбек Сағынов, Ильдар Түстікбаев, 24 News.